Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен 2,5 алатын боламыз садикке. Маған негізі Pinduoduo сайтынан алған ұнайды. Качестволары жақсы болып келеді. Баламды садикке берейін деп жатырмын. Сол үшін киімдер керек, двойка. Полный киімдер алатын болам. Енді сіздерге соны көрсететін болам. Бірінші жазып аламыз. Қытайшаға аударамыз. Сонда киімдер бәрі шығатын болады. Заттары. Осылардың ішінен таңдап аламын. Міне әртүрлісі шықты. Мен садикке болғандықтан әртүрлісін алам. Себебі садикте бүлініп қалуы мүмкін киімдері. Мысалы осы ұнап тұрмаған. 2,5 жасар бала. Не ұнағандарын аласыздар сіздерде. Менің видеоларымды көріп, өздеріңізде заказ берсеңіздер болады. Качествосын бәрін таңдап беремін. Маған осы біреу ұнап тұр. Менің балам 2,5 жасар, 90 келеді, 100 үлкен болып қалады. Егер сіздердің балдарыңыз толы, мысалы бойы ұзын болатын болса, 100-ді берсеңіздер болады. Отзывтарын көріп шығасыздар. 5 жұлдызды магазин екен, ол жақсы дегені. Күзге болғандықтан, уже күз келіп жатыр. Сол үшін тройка сияқтыларын ала берем. Белгілеп қойдым. Бәрін белгілеп, соңында төлейтін боламыз ақшасын. Осылардың ішінен ұнағандарын бәрін алам. Мысалы, мына біреуін мен үлкен ұлым алғам. Качествосы күшті болып келді. Кішкентай ұлыма да алам деп ойлағам өзі. Қатты қымбат емес, бірақ качествосы жақсы келеді екен. Мен мына бір түсін алғам. Распаковкасын видеоның соңында түсіріп жіберейін, қойып қоям. Көріңіздер. Бұл жерде кішкентай ұлыма келмейді екен, себебі 100-ден басталады екен. Сол үшін ол кішкентай ұлыма ала алмайды екен. Сол размерлеріне қарайсыздар. Бір киімдердің размерлері кішкентайлар болмайды. Әртүрлі болады. Мысалы, маған мынау ұнап тұр. Садикке жақсы екен. 5 жұлдызды. 4,5 екен мынаның жұлдызы алсақ болады. 4-тен жоғарыны ала бересіздер. Әртүрлі расцветкалары бар екен. Өздеріңізге ұнағандарын аласыздар. Мен қазір өзіме ұнағанымды белгілеймін. Маған негізі осындай ұнап тұр. 90 бар екен. Соны белгілеймін. Отзывтарын көріп шығыңыздар. Не отзывтар. Не садикте киген екен. Садикке болады негізі. Енді маған осындай киімдер ұнайды. Баламды осындай киімдермен киіндіргенді жақсы көрем. Әдемі көрінеді. Не бұл жерде осы екеуі бірге 48,99. Мына біреуінің өзі, әден да сатылады бұлар. Мен екеуін бірге алам. Не 3,5 мың болады екен біздің ақшада. Белгілеп қоям. Қазір жаз. Соған осыны да берсем деп ойлап тұрмын. Енді күзге берем оны садикке. Бірақ үйде осыны кисе болады. Сол үшін белгілеп кетем. Осының қарасаңыздар, размерлері болмай қалуы мүмкін. Өздеріңізге ұнағандарын басқашасын берсеңіздер болады. Егер болмайтын болса, өз размерін көрсетесіздер. Қандай түстер бар екен, өз шығарып береді. Соңында аяқ киімдер де беремін. Шалбарының өзінде беруім келіп тұр, себебі садикте болғандықтан ауыстырып киюге. Екеуден сатылады екен. Балаға болғандықтан бұның размерлері бар екен. Мына түстер ұнап тұр. Мына екеуін берейін. Размері жоқ екен. Мына бірін бар екен. Сол размерлеріне қарайсыздар. Киім магазиндеріне қараңыздар. 4-тен жоғары. Кейін осындайлар бар екен. Сіздерде осындайларды заказ берсеңіздер болады. Садикке күшті болады олар.
Не размері бар екен. Осындайын көрейік. Не 4,5 екен. Не осы ұнап тұр. Осында белгілеймін. Отдельный шалбарлар алсаңыздар болады. Футболка да алам. Осындай футболкалар ұнайды маған. Төртеуі бірге келеді, бірақ качествосы күшті болып келеді бұларды. Мен алып көргем, қызым алған мұны. Качествосы жақсы болып келген. Бұл жерде жазып қойған, мақтадан жасалған деп. Осыларды переводчикпен көрсеңіздер болады. Мен отдельный осындайлар бар екен. Мен шалбар алған бағана. Сол шалбармен бірге киетін осындай алсақ болады екен. Отдельный алып, бірақ бірге кигізсе болады. Мұндайлар қыздарға да бар. Кейінгі видеоларымда қыздарға түсіріп беремін. Енді аяқ киімдер іздеп көрейік. Не аударасыздар. Әртүрлілер шығады. Өздеріңізге ұнағандарын заказ бере бересіздер. Мысалы, маған ұнап тұр. Қараймыз енді магазиніне, отзывтарына қарап. Кейін размеріне қараймыз. 5 жұлдызды екен бұл. 29-дан басталады екен. Маған размері 26 керек. Бұл енді үлкендерге екен. Соған қарайсыздар. Кішкентай балдардікі болмай қалуы мүмкін. Соған басқасын көресіздер. Мына жерде бар екен. Маған 26 керек. Бұның размерін білу үшін балаңыздың аяғын линейкамен өлшесеңіздер болады. Осы жеріне жазып қойылған. Бұл размер 26, 15-те 5 сантиметрге екен. Ол дегеніміз, мысалы, сіздің балаңыздың аяғы 15 болатын болса, жарты сантиметр, 1 сантиметр қосып ала бересіз, себебі баланың аяғы үлкейеді. Кең келмей қалуы мүмкін. Сәл үлкендеу ала бересіздер. Мысалы, 2 түрлі алсам болады осын. Осы біреу ұнап тұр. 26 заказ берем. Садике осылар әдемі болады. Осылардың ішінен өздеріңіз қалаған түстеріңізді алсаңыздар болады. Мен негізі осындайын алғам садике. Үлкен ұлыма күшті болып келген. Енді басқасын алып көрейін дедім. Кейін носкилер заказ береміз. Әдемі носкилер екен. Мына жерінде 1 мен 3 жасқа, 3 пен 5 жасқа жасын жазылған мына жерінде. Мынау қасындағы килограммы. Бұл дегеніміз 2-ге бөлесіздер. Мысалы, мына жерде осы аралықтағы жастарға келеді. Мысалы, менің балама сәл үлкендеуін ала берем. Себебі уже үлкейеді. Мен осыны таңдаймын. Мысалы, сумкалар керек болса, мен қазір тағы бір сумканы осындай алам. Мен памперстен шыққан уже. Трусы киеді. Сол үшін ең кішкентайын заказ беремін. Мен есті заказ берем. Памперс кимейді менің балам. Кейін осындай берейік. Енді садикте осындайлар керек болады. Маған 3 түрлісін берем. Себебі садикте праздниктер болады. Сол кезде ағы да керек болады сіздерге. Сол үшін осындай 3 түрлісін берсеңіздер болады. Міне 5 жұлдызды екен. Отзывтарын көріп шығасыздар. Енді біз шапка көрейік. Осындай әдемі шапкалар бар екен. Қаласаңыздар басқа түрлерінде іздесеңіздер болады. Әдемі шапкалар шықты. Маған негізі осындай ұнайды.
Енді күн суық болады. Соған бір шапка алып қойған жақсы. 2 мен 12 жасқа дейіп жазып қойыпты. Осыны алайық. Енді сумка іздейік. Енді бұны іздегенде сумка для садика деп жазасыздар. Әртүрлі шықты. Өздеріңізге ұнағандарын ала бересіздер. Менікі ұл бала болғандықтан қазір өзіме ұнағанын берем. Мынау күшті екен. Үлкенде кішкентай да бар екен. Мына бір ұнап тұрмаған. Осы біреуін берем. Тағы сәл басқашасын көрейік. Мына бірде әдемі екен. Осы бірінің қарасын берейік. Жоқ, көгін берейік. Белгілеймін. Осыларды көрейік. Бұл үлкен балдарға екен. Енді көреміз заттарымызды. Қалып кеткен заттарымызды тағы қосамыз. Осындай әдемі екен. Маған осындайлар ұнайды. Осының 90 заказ береміз. 4,5 екен. Жұлдызы қарайсыздар оған. Егер жұлдызы аз болатын болса, басқа магазинден іздейсіздер. Не көріп шығамыз? Белгілейсіздер, белгілеп, ақшасын төлейтін боласыздар. Видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Тағы басқа видеолар қоятын боламын. Сіздерге, өздеріңіз балдарыңызға қандай видео керек болса, сондай жазыңыздар. Мысалы, менің балам 5 жаста, соған қыз бала іздеп салыңызшы деп айтсаңыз, мен салып беремін. Киімдерді таңдап, түрлерін, түсін, размерлерін бәрін айтатын боламын. Бізге қанша ақша кететінін санап шығамыз. Алатын заттарымды бәрін белгілеп шығам. Осы біреуін ғана алайын, көгін. Мысалы, садикке жіберетін болсаңыз, балаңызды сіздерге де сондай заттар керек болады. Біліп аласыздар, қанша керектігін. Негізі качестволар күшті болып келеді бұларды. Магазиндерін жақсы таңдасаңыздар болды, главный. Не? 450 4,77 екен. Бұны Каспиймен төлейтін болсаңыздар, тағы 14 қосылады. Егер Алипеймен төлесеңіз, қосылмайды. Алипей обучение алам дегендер, менің личкама жазыңыздар. Номерін жазып қойғам. Видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Комментарийға жазып кетіңіздер, сіздердің қанша балаңыз бар. Садикке берсеңіз, мысалы қызыңыз болатын болса, маған да осындай жасап беріңізші деп. Видео жасап беріңізші деп.